Жеребе барысында бізде үкімет тобы шабыт шаңырағымыз, ал оппозиция бізде Максичай тобы, иә. Үкіметтің билігіне берілетін уақыт бізде 5 минут уақыт көлемінде. Адамзаттың болашағына қауіп төндіреді. Яғни біз үкімет тобы бұл пікірмен толық келісеміз. Яғни әлем жасанды интеллектсіз тіпті жоқ сияқты. Мысалы, қазіргі мысалдарды келтіретін болсақ, мысалы мен бастықпын, және мен оған қалай шешім қабылдайтынымды білмей, жасанды интеллекттен сұрауым мүмкін. Және ол ал егер ол дұрыс жауап бермесе, ол соңында сол адам кінәлі болады, ол жасанды интеллекттің ешқандай жері түспейді. Сонымен қатар ең үлкен минустарын айтып кетейін, жұмыссыздық дегеніміз қара халық жұмыс мәжбүр боламыз. Ал егер де бізде жасанды интеллект болатын болса, ол ауыр жұмыстарды өз мойнына алып, және үлкен деген қауіптерді шахтада үстіне түскен тастарды өзінің мойнына алып, және де бір адамның өмірін өз мойнына алып кете алады. Және де жаңа Анжу ханым айтып кеткендей, ол адамдарға отбасын қалай ақшасыз асырайды. Мысалға, әр үйде бір жасанды интеллекттен болса, ол жұмыс істеп, және де ол өз отбасына көптеген өзінің көңілін бөліп, сол отбасына өзі қамтамасыз етіп, және өз махаббатын бөле алады. Ал оның орнына жасанды интеллект қара жұмыс немесе өзінің жұмыстарын. Қазіргі роботтар программалардың бақылаусыз дамуы, оны ешкім қарамайды, оған ешкім жауапкершілік бермейді. Оған дәлел OpenAI және DeepMind сарапшылары интеллект дамуының қарқынын оны бақылауға қиындық. Алғашқы медициналық көмекті жасай аласыз. айфондарда Siri деген жасанды интеллект бар. Егер сіз Siri полицияға шақырыс жасаңыз, полиция айтқан адресқа жетіп кетсең, Мысалы, жасанды интеллект ChatGPT-дан сұрап, ол өз баланың ойы дамымайды. Яғни менің ойымша ол болашағына да және қазіргі сәтпен де болашаққа да екі тарапқа да зиян келтіреді. Соның келісеміз. Яғни жасанды интеллект толық 100% адам өміріне қауіпті. Жасанды интеллект ол бізде жаңа Анжу ханым айтып кетті, ол жасанды интеллектпен бұны 83% жеке қолданады деді ол Қазақстанда. Мен ол мәліметті интернеттен алдым. Ал интернеттің өзі ол жасанды интеллект болып табылады. Өйткені сіз ол мәліметті мен телефоннан алды деп ойлаймын. Өйткені ол телефон қазіргі кезде ол да жасанды интеллект, ал телефонның ішіндегі құрылғылардың барлығы олардың бірі жасанды интеллекттің бір түрі болып табылады. Және сіз айтып кеттіңіз жаңа адамдарға кім ақша береді? Если жасанды интеллект оны алып алса, енді қараңыз, біздің мемлекет ол ақшаны алып, жасанды интеллект жасап жатқан ақшаны алып, оны былайша айтқанда қазіргі кездегі күнделікті былай айлық ақшаны беріп отыра алады. Мысалы қараңызшы, қазіргі кезде ең мықты дамып кеткен Дубай елдерін білесіз, ол жер Жасанды интеллект ол жалған ақпарат беруі мүмкін. Және Асан мырза айтқандай, ол жеңгенмен 1 миллион штраф, үкіметке 1 миллион штраф төледі, және бақылаусыз дамуды Ақбота ханым растады. Және ол бізде жақсы көтеріктерін жақсы айтып кетті. Нақты дәлелдермен келтіріп отырды. Әсіресе Ақбота нақты дәлелдермен айтып, ашық дәлел түсіндіріп кетті. Келтірді, бірақ бір минусы сұрақтарға қатты жауап болмады. 4 сұраққа 5 сұрақ қойылды, соның біреуіне ғана жауап берілді, біреуіне нақты жауап алынған жоқ. Шигі жауап болды. Аргументтерді қуаттыңыз бағанағы медициналық көмек дегенде өте жақсы айтты. Асан мырзаның кейсін аргументін қуатты, сосын ұмыты деді, ұмытыға телефонсыз көмек деп айтты. Оны қуатты, сосын яғни адам өзін дамыту керек. Ал жасанды интеллектті қолданатын болса, адам уже өз ойын жеткізе алмайды дегендей тұжырымдама келтірді. Бұл өте жақсы аргументтер. Мен қатарда қорытынды сөзде Асан мырзаның жақсы аргументі телефон жасанды интеллект деп айтты. Нақты дәлел келтірдіңіздер. Сол жақта OpenAI деген айтып кеттіңіздер ме? Иә. OpenAI. Соны қандай ұйым екенін нақтылап ашу керек та. Ол қосымша қоямын деп. Сосын бағана кім оппозицияның спикері NeuroAI деген айтты ғой азамат. Оны да кішкене ашу керек еді да, ол қандай ұйым екенін, ол қандай қызметтер істейді. Дебаттан қатысушы көрермендер бүгінгі ойынның қорытындысы бойынша бізде үкімет тобы яғни шабыт шанаға жеңіске жетті. Яғни төрешілердің екі басымдық даусымен
осымен жеңіске жеткен болатын. Ал құрметті қатысушылар, келіп қол алсаңыздар, дебаттарға бір-біріңізге жауап алсаңыздар да өмірде бір-біріңізге доссыздар.